Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті жазушылар. Бүгінгі мықты сабақ өтейін деп тұрмыз, өйткені көп функционалды компрессор C6-ны көрсететін болам. Оның ерекшелігі өте көп. Ол кез келген дыбысты музыкадан мутны және музыканы қатты естіле алмай тұрған дыбысты алдыңғы былайша жай тілмен айтқанда алдыңғы орынға шығаратын. Мен сіздерге оңай жолын көрсететін болам. Қазір мына записті бір тыңдайық, содан кейін осы записті өңдейтін боламыз. Сіздерге алдындағыдай эквалайзердің еш қиындығы жоқ. 100-ге дейін қырқып тастап, однополосный компрессорден тек қана бір пресетті қолданып, сосын C6-мен жұмыс істеуді көрсететін болам. Сондықтан іске кірісейік, кеттік. Мына записті бір тыңдайық, сухой запись. Осындай запись болатын. Бұны біз бәрін бір группаға жалғадық. Керек емес. Мені алып тастайық, дорожкілерді. Ары қарай енді көрейік қалай болатын. Міне, өздеріңіз білетіндей, бірінші подход бізде әрқашан Airvox-тан басталады. Так, Airvox қай жерде? Airvox-тына гейнді -3-ке қойып аламыз міндетті түрде. Бізде клиппинг, шкальт етпес үшін, клиппинг болмас үшін, перегруз болмас үшін 3 түрлі синонимін айтып шықтым. Ары қарай компрессормен дауысын көбейтеміз. Яғни компрессировать етеміз. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толдым ане, түсінбедім сені мен. Осы да жетер. Ары қарай көре жатармыз. Мына екі дауыс панорама жасалған, біреу оң құлақ, біреу сол құлаққа лақтырылған. Сонымен көшейік іске. Airvox-ты қойып алдық. Одан кейін тағы оңай жолы, кез келген эквалайзерді аламыз да 100-ге дейін бізге low-cut фильтрді пайдалану керек. Қырқып тастаймыз. 100-ге дейінгі бізге частотадағы звуктар керек емес мүлдем дауысқа. Құлақта естімейді. Екінші, сіздерге көрсеткендей алдыңғы сабақта C1 комп лоудқа барамыз, классик компрессор қоя саламыз. Болды. Енді тыңдап көрейік. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толдым ане, түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Уже жаман емес, бірақ бәрібір керек өзің қалағанда естіліп тұрған жоқ бұл запись. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толдым ане, түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Мутны, әлі алға шыққан жоқ звук, анығырақ болған жоқ. Даусым шаршаңқы, себебі қолым босағасын сразу сабақ түсірудемін. Түнгі 3 сағат дәл қазір. Сондықтан ары қарай кеттік шаршаңқы дауыспен. Міне C6 стерео группаға жалғаймыз да, осы керек. Мына қалай қолданамыз? Біріншіден сіздерге оңай жолын көрсетейін. Мына полосаны 1000-ға қоямыз. Ол мид 1500. Мына полосаны 8000-ға қоямыз. 8К. Жерге 8К деп жазайық. Хай. Мид хай. Түсіндік қоя. Мынау по умолчанию мынау 1-де тұрады, 0-ге қойып шығамыз. Мынау да 1-де тұр, 0-ге қойып шығамыз. Бұны қалай қолданамыз? Міне. Біз әр қайсысын жеке тыңдасақ болады дауыста. Минусты өшіріп тастайық. Мынау низа естіліп жатқан жаңағы көріп отырсаңыздар. Бұны мына полоса, мынау регулировкамен қолданатын боламыз. Сонымен қазір рейнджбен түсіріп тастаймыз да, бұл компрессировать етіп тастаймыз полный. Ешқандай түсінудің қажеті жоқ, бұл оңай жолы, ештеңе қақпайтындарға арналған сабақ, сондықтан мен сіздерге жай тілмен түсіндірейін. Осы мен болдым ане. Болды, алып тастадық. Мына полосаны жаңа 1500-мен, мынау қай жерден басталады? 92-ден 1500-ға дейінгі частотаны көтереміз. Ол мына жермен басқарамыз.
гейнмен көтеріп аламыз. И мына полосантта көтеріп аламыз. Еш қиындығы жоқ. И мына верхантта көтеруіміз керек. Көріп алыңыздар. Бірінен соң бірін кішкене асырып көтеріп аламыз. Ары қарай көрейік. Осыны жай қысып көреміз просто. Ештеңе істемейміз осылай. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма? Мына индикаторға қараймыз. Кішкене бассақ болды. Осы мен болдым әне. Яғни минуспен тыңдап істеп көрейік бұны. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен. Бар болғаны осы ғана. Осылай істесеңіздер, егер әзірге ештеңе түсінбейтін болсаңыздар, бұл база. Әзірге осылай қолданып үйреніңіздер. Тыңдап көрейік. C6 компрессорсыз. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен. Ал енді қосамыз. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Осы мен. Тағы да көтерсек болады, қаттырақ шығару үшін дауысын. Деп, осы үшінені қолданамыз. Низаға тиіспейміз. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім. Міне көріп алайық. C6 компрессорды осылай қолданамыз. Әзірге бастамасында. Егер қаласаңыздар, қазір экранда мен Instagram ұшады. Сол Instagramға өз телефон нөмірлеріңізді, аты жөндеріңізді және қай қаладан екенін жазып жіберіңіздер. WhatsApp'та топ құрғалы жатырмын. Сол топқа қосылып, болашақта ақылдасып, сабақтар немесе онлайн сабақтар шығаруға болады. Сол жерде сөйлесетін боламыз. Әзірге осылай қысқа нұсқа сабақтар шығып отыратын болады менің каналымда. Ары қарай осыны до конца давайте етіп, свайт етіп тастайық. Кеттік. Осы мен болдым әне, көзің. Енді дестер қоя салайық. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Ревербті білесіздер қалай қоятын, алдыңғы сабақта көрсеттім оңай жолдарын. Реверб. Мен қолданатын ең жақсы көретін ревербтардың бірі. Міне, ештеңесін тиіспей қойып, осылай қойып көрейік. Осы мен болдым әне. FX каналға жалғаймыз бұны. Send каналға жалғаймыз. Бұл FX-тен шығып тұрған ревербті. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Осы мен болдым әне. Дауыс қатты шығып тұрған жақты Airvox-пен азайтамыз. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен. Куплетін тыңдап көрейік. Көзің толы қайғы мұңға, қиын сенің тағдырыңда, жоспарларың жатырыңда, әрекетсіз жатыр мұңда. Менімен өмірің қызықтым тым. Мен мүлде сағынбадым дым. Енді не керек? Қарап отырсаңыздар, өте сапалы шыққан сияқты. Тым істей алмайтын звукорежиссерлар үшін бұл үлкен тәжірибе болмақ. Яғни осыны міндетті түрде үйреніп алыңыздар. Қазір экранда тағы да мен Instagram шығады. Сол Instagramға номерлеріңізді, қай қаладан екеніңізді жазыңыздар. Егер WhatsApp'та топқа тіркеліп қосылғыларыңыз келсе, және бізбен ақылдасып, ары қарай болашақта үйренгілеріңіз келсе. Мінекей, бүгіндікке жалпы осы. Енді до и послесін тыңдап көрейік. Ең қызығы, міне оған дейін мынандай запись болатын. Жай ғана өшіріп қойдық мынаны. Send пен Inserts канал. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Түсінікті, иә? Сухой запись, дауыс жай шығады. Жазылған кезде осылай жазылған. Ал енді после сводки оңай жолмен сведение жасай салдық. Кез келген айналысып жүрген, записпен айналысып жүрген, даже дым білмейтін болса да, бұл сабақты көргеннен кейін осы сапада шығара алатын болады. Міндетті түрде көрейік тыңдап. Осы мен болдым әне, көзің жасқа толды ма не? Түсінбедім сені мен,
түсінсең де мені сен. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толды мане. Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Көзің толы қайғы мұңға, қиын сенің тағдырыңда. Жоспарларың жатырыңда, әрекетсіз жатыр мұңда. Менімен өмірің қызық тым. Жалпы жаман емес, керемет деп ойлаймын. Енді бастап келе жатқан звукорежиссерлар үшін ендігі кезекте тағы бір рет көрсетейін, мастерингті қалай жасаймыз, оңай жолы тағы да. Мына жерде мастер каналға барамыз, осындай микшерді ашып, барамыз да кез келген лимитермен, мысалға фа-фильтр лимитерді таңдаймын. Ештеңесін неғылуының қажеті жоқ. Мына аутты -60-қа қою керек. -60 кеттік. Сосын гейнмен жай ғана көтереміз. Керегінше, көп емес. Перегруз болмау керек. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толды мане. Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Осы мен болдым ане. Бұны қойып қоямыз былай қарай. Келесі лимитер тағы да дәл солай тексереміз. Енді қараймыз просто. Қалай кетіп отыр екен. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толды мане. Түсінбедім сені мен. Лимитер артық кеткен звуктарды қысып жатыр, байқасаңыздар. Мынадан байқау болады екінші лимитер. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толды мане. Түсінбедім сені мен, түсінсең де мені сен. Осы мен болдым ане, көзің жасқа толды. Қарап отырсақ, бас та бәрі әдемі шығып тұр, дауыс та әдемі шығып тұр. Мінекей сіздерге білім бастамасы. Сіздерді инстаграмда телефон номерлеріңіз күтетін болам. Кездескенше сау саламатта болайық ағайындар.